3 қыз, 1 ұлым бар. Ұлдың мінезі қыздарыма ұқсап кетпесін деп, қатал боламыз деп, сен жігітсің деп, дұрыс па, жүрегім ауырып кетеді дейді. Түсінетін балаға айту керек те, түсінетін, соны ұғатын, қатал болу деген сөз ертең қатыгез болып кетіп жүрмесін. Қайта мүмкін кейбір жерде жұмсақ болу керек, ана қарындастарына мейірімді болып өссін. Қарындастар ертең бір еркектің етегін ұстап кетеді, сол кезде солардың басын қосып, қыздарды бауырмашылық қылып тәрбиелейтін, сол сіздің балаңыз болады бұйырса. Ол қаталдық деп біреуді сен олсың деп қатал қылып, қыздарды сен жат жұрттықсың деме. Барлығын әрқайсысына өзінің подходы болады. Қатал болатын кезде қатал болу керек. Анау пряник и кнут деген сөз бар орысша. Қамшы менен бәліш. Екеуінің системасы қатар жүру керек. Бірде қатты айту керек, бірде жай айту керек, бірде еркелетіп айту керек, бірде жұмсарту керек. Біз жақсы көрсек өлгенше жақсы көреміз, жек көрсек иттің терісінен ар жек көреміз. Ол дұрыс емес. Сол теңдікті ұстай білу керек. Кейде жұмсақ, кейде былай ойнатып тұру керек. Сонда балаға айтатын кезде айту керек. Бірақ ең негізгісі балаға өтірік айтпаңыз, оған өтірік көрсетпеңіз. Бұл ұлыңызға да маңызды, қызыңызға да маңызды.